Саясаттану пәні 5-ші дәріс саяси элиталар және саяси көшбасшылық. Жоспарда қарастыратын 4 сұрақ: элиталардың негізгі теориялары, саяси элита және оның жүктелуі, саяси көшбасшылық, лидер теориялары және саяси лидерлердің жүктелуі. Элиталардың негізгі теориялары. Элита француздың элит деген сөзінен шыққан, сұрыпталған, таңдалған, іріктелген деген мағынаны білдіреді. 18-ші ғасырдан бастап ол сөзбен жоғары сапалы тауарларды атады. 20-ші ғасырдан бастап саясаттану мен әлеуметтануда білім, байлығы, беделі, билігі жоғары адамдардың азғантай әлеуметтік тобын білдірді. Элитаның теорияларын негізін салушылар Гаэтано Моска, итальян әлеуметтанушысы және саясаттанушысы; Больфредо Паретто, итальян экономисі және әлеуметтанушысы; Роберт Михелс, неміс әлеуметтанушысы және саясаткер. Гаэтано Моска саяси ғылым негіздері деген еңбегінде қоғам басшылар мен басқарушыларға бөлінеді деген. Бұған ұйытқы болатын қасиеттер әскери ерлік, байлық, діни ереже деп айтқан. Осы 3 қасиет басқарушылар, яғни элита қатарына өтуге жол ашады. Москаның элита алмасу теориясы ол элита және контрэлитаның өзінің арақашықтығынан. Басқарушы элитадан басқа билікке ұмтылушы оппозициялық элита, яғни контрэлита қалыптасады. Үстем таптың құлдырау орын алған кезде элита ауысады. Больфредо Паретто жалпыға бірдей социология трактаты деген еңбегінде элита терминін айналымға енгізді. Элита билік басында алдыңғы қатарлы идеяны ұсынуының арқасында келеді. Ол идея жүзеге асқанда олардың энергиясы азайып, ізденісі баяулай бастайды. Олардың орнына жаңа идея мен жаңа элита келеді. Мұндай алмасу қоғамда әрқашан жалғасын таба бермек. Пареттоның элита айналым теориясына келсек, арыстан мен түлкіні мысал алған. Арыстан зорлық, зомбылық көбірек бейім консерватор басшыларды атаған. Түлкі деп қулық пен айракерлікке бейім саясаткерлерді атаған. Роберт Михелс саяси партиялар демократияның олигархиялық үрдістері деген еңбегін жазған. Олигархияның темірдей заңын қалыптастырды. Бұқара халық өзін өзі ұйымдастыруға және басқаруға қабілетсіз, сондықтан оларды басқаратын адам қажет. Басқаруға келген адамдар бірте-бірте көпшіліктен алшақтап, өздерін қоғамның қарапайым мүшелеріне қарсы қояды. Билікті өзі қолдарынан шығармай сақтап қалу үшін тұйық топ құрды. Бұндай байлар саяси және экономикалық билікке ие болды. Олигархияны жеңу мүмкін емес. Саяси элита және оны жүктелуі. Саяси элита қазына байлық, қаржы қаражатты бөлуге байланысты және тағы басқа. Саяси маңызды шешімдер қабылдауға қатысты жоғары мәртебесі мен ықпалы бар ұйымдасқан топ. Элитология элиталардың қалыптасу жағдайы, оның қоғамдағы рөлін, әлеуметтік саяси процестерге ықпал ету әдіс тәсілдерін зерттейді. Саясаттану ғылымының арнайы саласы. Саяси элита типологиясы 4 топтан тұрады. Бірінші, билікке иелігіне қарай. Екінші, жасақталу тәсіліне қарай. Үшінші, билік ету қорына қарай. Төртінші, құзыреттілік деңгейі бойынша. Билікке иелігіне қарай басқарушы және оппозициялық деп бөлінеді. Жасақталу тәсіліне қарай ашық және жабық. Билік ету қорына қарай дәстүрлі және заманауи. Құзыреттілік деңгейі бойынша ұлттық және аймақтық. Билікке иелігіне қарай басқарушы элита және оппозициялық, яғни контрэлита. Басқарушы элита мемлекеттік билікке ие, маңызды саяси шешімдерді қабылдаушылар. Оппозициялық, яғни контрэлита, басқарушылар қатарына ене алмай қалған, бірақ сол үшін күрес жүргізетін, билік басындағылардың іс-әрекетін сынап, олқылықтарын тауып, қателіктерін көрсетеді.
Жасақталу тәсіліне қарай ашық жүйе және жабық жүйе болып бөлінеді. Ашық жүйе ол демократиялық мемлекеттер, басқарушы қызметке үміткерлердің ерекше қасиеттері көпшілікке ұнай білу қабілеті. Ал жабық жүйе авторитарлық және тоталитарлық мемлекеттер. Басқарушы қызметке білімі, жұмыс тәжірибесі, партиялық стажы барлар. Саяси элитаның қалыптасу жолдарының кемшіліктері ол ашық және жабық жүйе. Ашық жүйе антипринарлық оған жататын, саясатқа сырттай жағымды көрінгенімен кездейсоқ принципсіз ұрыншақ авантюрист адамдардың билік басына келуі. Ондай адамдардың іс-әрекетін болжау мүмкін емес. Сондықтан қоғам өмірінде дау жанжалдар, шиеленістер көбейеді. Ал жабық жүйе гильдиялық бәсекелестікке жол бермейді, билеушіні тұйық қоғамдық топтан іріктеп алатын кертартпа түр. Билік ету қорына қарай дәстүрлі элита және қазіргі элита деп бөлінеді. Дәстүрлі элита дін, салт, дәстүр, жол жораға байланысты. Оған дін басылары, ақсүйектер, дамып келе жатқан елдегі әскери басшыларды жатқызамыз. Ал қазіргі элитаға заңға формалды ережелерге сүйенушілер, билік басындағы жоғары элита, мемлекет қызметкерлерінің жоғарғы жігі, белгілі табысты мәртебесі, білімі бар адамдар, аралық жағдайдағы, яғни жоғарыдағы көрсетілгендердің бір-екі жетістіктерін атады. Құзыреттілік деңгейі бойынша ұлттық элита, аймақтық элита деп бөлінеді. Ұлттық элита президент аппаратының құрамы, яғни оған жататын президент, оның әкімшілігінің құрамы, орынбасарлары, бөлімі, басшылары, кеңесшіліктері, көмекшілері және кеңесшілері жатады. Және парламент, министрліктер басшылары мен олардың орынбасарлары және дипломаттар. Аймақтық элитаға облыс әкімдері және олардың әкімшіліктері кіреді. Саяси элитаның қызметі стратегиялық, ұйымдастырушылық және интерактивтік. Стратегиялыққа қоғамның топтардың мүдделерін бейнелейтін және идеяларды тудыру арқылы іс-әрекеттің саяси бағдарламасын анықтау. Екінші, ұйымдастырушылық. Оған қабылданған бағдарламаны, саяси шешімдерді өмірде жүзеге асыру жатады. Үшінші, интегративтік. Қоғамның тұрақтылығы мен бірлігінің, оның саяси және экономикалық жүйесінің тұрақтылығын нығайту, жанжалды жағдайлардың алдын алу және оларды шешу жатады. Лидер ағылшын тілінен аударғанда бастаушы, басшы, көсем, жетекші деген мағынаны білдіреді. Басшы мен бағынушының өзара қатынасы 4 ережеден тұрады. Бірінші, басшының билігі оның жақтаушыларының қолдануына сүйенеді. Екінші, бағынушылар өз басшысынан, ал ол бағынушылардан нені күтетінін білуі қажет. Үшінші, лидердің қандай жағдайда да қайрат, жігер қабілеті болуы тиіс. Төртінші, басқарушы өз жақтастарына даналық пен әділдіктің үлгісі болу керек. Саяси көшбасшылардың қызметі. Бірінші, қоғамның әртүрлі топтардың басын біріктіріп, мүдделерін үйлестіру, топтастыру. Халықтың топтардың қажеттіліктерін өтейтін саяси бағыт бағдарлама жасау. Қоғамның алдыңғы мақсаттарды жүзеге асырудағы әдістері мен тәсілдерін айқындау. Халықтың ынталандыру арқылы қажетті өзгерістерді іске асыру. Жұртшылық пен әртүрлі ұйымдар, топтармен тығыз байланыс жасау негізінде өзін-өзі саяси ұйымдастырудың тұрақты түрлерін қамтамасыз ету. Әділеттіліктің, заңдылықтың, тәртіптің кепілі болу. Саяси көшбасшы, яғни лидер бойындағы қасиеттер: ұшқыр ой, батылдық, жалпыға ортақ игіліктерге қамқорлық, қоғамның мүддесін өзінен жоғары қою, кәсібилік, табандылық, әділеттілік, көрегендік, саяси мәдениеттілік, ақылдылық, өзіне назар аудара білушілік, шешендік, ұйымдастырушылық.
Саяси басшы типологиясының Маркс Вебер бойынша әдет ғұрып жетекшілігі, харизматикалық жетекшілік және заңды, яғни легалды жетекшілік деп үш топқа бөлген. Әдет ғұрып жетекшілігі билік әкеден балаға мирас ретінде қалатын жетекшілік. Харизматикалық жетекшілік ерекше қадір қасиеті, қабілетіне, ақылдылығына, батылдығына байланысты жетекшілік. Заңды, яғни легалды жетекшілік ол сайлау арқылы басшылық орынға келетін жетекшілер. Саяси көшбасшының тағы бір типологиясы ту көтеруші лидерлер, қызмет етуші лидерлер, саудагер лидерлер және өрт сөндіруші лидерлер. Ту көтеруші лидерлер оның өмірге өз көзқарасы, басшылыққа болжамы бар, тарихи дамудың бағыт бағдарын айқындап, бұқараны соңынан ерте білетін лидерлер. Қызмет етуші лидерлер ол билік пен халық арасында байланысты қамтамасыз етеді. Өз жақтастарының мүддесін қорғап, оны ортақ мүдде деп санайды. Саудагер лидерлерге алдына қойған жоспарды іске асыруға, соңынан ергендердің бәрін жұмылдыра білетін, сенетін білікті лидер. Өрт сөндіруші лидер, яғни қысылтаяң жағдайларда одан туындаған проблемаларды шешімін тауып жол көрсететін лидер. Бұл типологияны біз Джерри Херманның бойынша лидерлік типология деп атаймыз. Саяси көшбасшы типологиясының басқару стиліне қарай авторитарлық лидерлер, демократиялық лидерлер деп бөлеміз. Авторитарлық лидерлер әртүрлі санкциялар, күш қолдануға сүйеніп, жалғыз өзі басқарғысы келетін лидерлер. Демократиялық лидерлерге алдыңғы мақсаттарды белгілегенде және оны іске асырғанда қасындағы адамдарды қатынастырып, олармен ақылдаса отырып шешімге келетін лидерлерді демократиялық лидерлер дейміз. Назарларыңызға рахмет.